Бір ғана ел әлемдік саясатты қалай өзгертіп жібергені туралы баяндап берейін. 1945 жылы соғыс аяқталғаннан кейін жеңіске жеткен елдер Германияны уақытша 4 аймаққа бөлді. ақш, ұлыбритания, франция, батыс Германия, ал кеңес одағы шығыс Германияға әмірін жүргізді. Бірақ көп ұзамай бұл аймақтар екі бөлек мемлекетке айналды. Германия федеративтік республикасы батыс Германия болды. Демократиялық жүйені енгізіп, нарықтық экономика құрып, батыс елдерімен тығыз байланыс орнатты. Германия демократиялық республикасы болса, шығыс Германия аталды. Социалистік жүйеге көшіп, кеңес одағының бақылауында болды. Демократия деп аталуының да өз себебі бар еді. Кеңес одағында демократия сөзі социалистік жүйе арқылы халық билігін білдіреді деген идеология бар еді. Бұл бөліну ақш пен кеңес одағы арасындағы қырғиқабақ соғыстың негізгі майданына айналды. 1961 жылы Берлинде үлкен қабырға салынды. Бұл қабырға екі әлемнің демократия мен социализмнің символына айналды. Берлин қабырғасы қарапайым халықтың өміріне ауыр әсер етті. Отбасылары бөлінді, елден қашу әрекеттері жиі қайғылы оқиғалармен аяқталды. Енді бұл әлемдік саясатқа қандай өзгеріс әкелгенін түсіндірейік. Біріншіден, әскери альянстар құрылды. Германияның бөлінуі НАТО мен Варшава шартының құрылуына әкелді. Бұл екі альянс Еуропада ұзаққа созылған әскери шиеленісті туғызды. Ал екіншіден, экономикалық жарыс басталып кетті. Үшіншіден, мұнда идеологиялық қақтығыс басталды. Германияның бөлінуі демократия мен коммунизм арасындағы текетіресті күшейтіп, екі жүйенің артықшылықтары мен кемшіліктерін бүкіл әлемге айқын көрсетіп берді. Дәл осылай қызық видеолар күтсеңіз, арнаға жазыла кетіңіз, лайк пен қолдау білдіріңіз.